Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілі 2 сынып 65 сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сөз және оның мағынасы. Бірінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Тапсырмаларды орында. Бірінші тапсырма. Үшінші сұрақ. Алғашқы шаңғы неден жасалады? Төртінші сұрақ. Шаңғының қандай түрлері бар? Екінші тапсырма. Заттың аты кімне? Шаңғы, қар, таяқ, ағаш. Заттың сыны қандай? Қатты, ұзын. Заттың саны қанша неше? 2 қос. Қимылды қатал не істейді? Қайтты. Жасалды, қосылды, сырғанады. Екінші тапсырма. Суретке қара. Мына спортшы шаңғының қай түрімен шұғылданып жүр деп ойлайсың? Бұл спортшы фристайл спорттың айналысады. Мұнда түрлі акробатикалық әрекеттер орындайтын спорт ойыны. Үшінші тапсырма. Сурет бойынша әңгіме құрастыр. Суретте 3 бала телевизордан футбол ойынын көріп отыр. Төртінші тапсырма. Жаңылбашты жатқа жаз. Аяғым таяғыма тиді, таяғым аяғыма тиді. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, сау болыңыздар.